Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі пышный панкейкидің шоколадты түрін дайындайтын боламыз. Алдымен бір ыдысқа жұмыртқаға қант, ванилинді салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, бөлек ыдысқа сүт және ерітілген сары майды құйып, оны да араластырып, оның үстіне жаңағы жұмыртқа қантымызды салып барлығын араластырамыз. Венчикпен араластыратын боламыз. Одан кейін үстіне какао, ұн, разрыхлительді бірге салып қойдым. Оларды да шетінен салып араластырып отырып, біркелкі масса дайындап аламыз. Бұл жерде бізде қаймақ секілді масса пайда болады. Барлығын жақсылап араластырамыз, түйіршіктер қалмауы тиіс. Бұл жерде какаоны қоспайда панкейки жасауға болады. Дәл осы рецептпен кәдімгі пышный панкейки шығатын болады. Мен тек бүгін шоколадты панкейки жасағым келді. Ал пісірер кезде оттың астын средний қойып, осылай қасықпен құрғақ сковородкаға салатын боламыз да, міндетті түрде бетін крышкамен жабамыз. Сол кезде ортасы толықтай пісіп және күмпиіп көтерілетін болады. Міндетті түрде екі жағын пісірген кезде де крышканы жауып пісіретін боламыз. Мінекей қараңыздар, бір жағы піскен кезде осылай үстінде түйіршіктер, тесіктер пайда болады. Содан кейін екінші жағын ауыстыратын боламыз. Мінекей қараңыздар, топ-томпақ болып, пышный болып пісті панкейкеларымыз. Осылай барлығын шетінен пісіріп шығатын боламыз. Ешқандай табаға жабыспай, қиындықсыз пісетін болады. Және де бұл рецепт маған өте қатты ұнады. Үстінен осылай шоколадты ертіп әрлесеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Егерде нутелламен ұсынсаңыздар, одан сайын дәмдірек болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Тоқпақшы достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Басқа да рецепттерімді жіберіп алмаңыздар.